Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте ерекше болып шығатын, дәл осындай жұп-жұмсақ болып шығатын ватрушканың рецептімен бөлісетін боламын. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Толық құрамын астына қалдыратын боламын. Ең алдымен жылы сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы керек. Одан кейін ашытқымызды саламыз. Одан кейін қантымызды салып, одан кейін тұзымызды, бір жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан бөліп отырып салатын боламыз. Бірінші ұн салғаннан кейін, одан кейін ерітілген сары майымызды құямыз. Одан кейін қалған жарты бөлік ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Дәл осылай жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Одан кейін жылы жерге қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творогымызға жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін қантымызды, қаймағымызды, крахмалымызды салып, барлығын жақсылап, шанышқының көмегімен араластырып алатын боламыз. Осымен біздің начинкамыз, творогымыз дайын болды. Осылай болып шығу керек. Енді қамырымыз 1-1,5 сағат тұрған қамырымызды аламыз. Дәл осылай көтерілу керек. Бұлай көтерілмесе біздің қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Өте күшті болып, жақсы болып көтерілді. Енді қолымызбен майлап, барлығын бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен бірден перманент қағазына сала беремін. Өте жұмсақ болып тұрғандықтан дәл осылай қолдың көмегімен перманент қағазына бірден сала беретін боламын. Барлығын тізіп шығамыз. Қамырымызды 1-5 минутқа қалдырып, дәл осылай тынғаннан кейін бетін начинка салу үшін дәл осылай қолмен немесе кез келген бокалмен ашуға болады, бірақ өзіме өте ыңғайлы осылай қолмен істеп шықтым. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан кішкене қолыңызды майлап алсаңыздар болады. Дәл осылай барлығын жасап шығамыз.
бізде қамырымыз дайын. Енді начинкамызды салып бастаймыз. Дәл осылай бір қасықты толтырып отырып барлығына бөліп шығамыз. Осымен дайын. Енді жұмыртқамызды араластырып, осылай кішкене жан-жағына жылтырап тұру үшін, әдемі болып тұру үшін барлығына жағып шығамын. Осымен дайын болды. Енді духовкада 180 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің ватрушкиларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, үлпілдеп тұр. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.